Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Үржар колледжі алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі Сақанов Айдар Қазбекұлы. Автоматты бөлшектеу және жинақтау. Оқушыларға автоматты бөлшектеу және жинақтау жолдарын үйрету, отансүйгіштікке, тапқырлыққа, төзімділікке тәрбиелеу. Калашник Михаил Тимофейұлы. Калашник автоматын ойлап табушысы және құрастырушысы. Автоматтың негізгі бөліктері. Автоматты толық емес бөлшектеуден кейінгі жинастыру реті. Құрметті студенттер, сендерге автоматты шашып құрастырып көреміз. Оқ-жартарды алдық, оқтаймыз, аспанға қаратып, оқ бар ма жоқ па атамыз шүріппені басып тексереміз. Пеналды алу үшін дүмбінің ұясынан тесік болады, соған саусағымызды итеріп, пеналды алып шығамыз. Одан кейін оң қолмен бас жаққа апарып сүмбіні аламыз. Сүмбіні алдық, қайтармалы механизмді алдыға жаймен итереміз, оңғы қорабының қақпағын аламыз. Одан кейін қайтармалы механизмнің өзін бөліп аламыз. Бекітпемен қоса бекітпе жақтауын алу. Газ түтікшесін аламыз. Кертікті алды қарай итеріп, газ түтікшесін алдық. Осымен автоматты толық шаштық. Енді қайтадан орнына жинаймыз. Орнына жинау үшін бірінші газ түтікшесін орнына келтіреміз. Үстінен ұрып қаламыз. Артқа қарай итеріп, кертікті жауып қоямыз. Бекітпені бекітпе жақтауына қайтадан орналастырамыз. Кертігі болады өзінің оңға қарай. Қазір сендерге салып көрсетеміз. Астыға түсті, солға қарай итереміз саусағымызбен. Солға қарай итеріп, үстіге көтереміз. Енді қараңдар, тағы бір мәрте көрсетем. Артқа алдық. Қайтадан өзінің кертігі болады, астыға түсіреміз. Солға қарай бұраймыз. Саусақпен мықтылап итеріп ұстап тұрамыз. Кертікке келтіреміз. Астыға басып, алдыға жаймен итеріп қаламыз. Сонда орнына түседі. Енді қайтармалы механизм, пружина. Бұнда кертігі болады. Кертігіне келтіріп, оңғы қорабымен қайтадан жабамыз. Әр неменің оңғы қорабының да қайтармалы механизмді бәрінің өзінің кертігі болады. Сол кертігіне арнайы басын әкеп тіреміз де итеріп қаламыз астыға. Сонда оңғы қорабы жабылды. Тексереміз, атамыз. Тексереміз, атамыз. Сүмбіні қайтадан орнына саламыз. Жоғарыдан төменге итереміз жаймен. Пеналды дүмбінің ұясына қайтадан саламыз. Оқ-жартарды бекіттік.